Сәлем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Жаңа жылда көңіл күйлеріңіз қалай? Келе жатқан жаңа жылдарымыз құтты болсын, баршаңызға құтты берекелі жыл болсын деп тілеймін. Бүгін жақсылап бір әңгіме айтайық. Жаңа жылда көңіл күйлеріңіз қалай? Мен қазір енді түнде сіздерге видео дайындап отырмын. Үйде бөпем ұйықтап жатыр, сондықтан дауысым жай шығып жатыр. Бір жағынан микрофоным жоғалтып алдым. Сондықтан дауысым жай шығып жатса, айып етпеңіздер. Құдай қаласа мүмкін жаңа жылдық сыйлыққа келіп қалар жаңа микрофон деп ойлаймын. Сол сіздерге енді сыйлығымды бастап көрсетейін. Айтпақшы, жаңа жылдық көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Биыл мысалға менде өзімде қатты бір жаңа жылда көңіл күй онша жоқ. Білмеймін, мұндай бір қатты бір күткен жоқпын, биыл ештеңе күтіп жатқан жоқпын, дайындап та жатқан жоқпын деген сияқты. Бір жағынан диетаға бастадым. Жаңа жылды ешқандай жаңа аптаны, жаңа жылды, жаңа күнді күтпей салмақ тастайын деп бастадым. Бір-екі күн болды. Сондықтан ешқандай жаңа жылға былай торт жасап, тәтті жасап, былай дайындалмайтын шығармын. Жаңа мүмкін денсаулыққа пайдалы, жаңағыдай майонезсіз сондай салаттар жасап отырармыз өзіміз, отбасымызбен. Сондай дайын тұрған, тіпті үйдегі мына шыршаның өзін дайындаған құрған жоқпын. Дәл бүгін жаңа тек қана сіздерге осы видеоны дайындау үшін ғана құрдым десем болады. Солай. Бірақ бір-екі күнде жаңа жылға жалпы өзімізге демалыс сыйлау үшін Сапанжа деген жерге жақсы бір демалып қайттық отбасымызбен. Оның да ютубқа видео түсірген болатынмын. Егер алдағы уақытта оның да монтажы дайын болып жатса, сіздерге көрсетермін. Өте жақсы жер. Тіпті инстаграмның өзінен қанша жаңағы хат алдым. Қай жер, тіпті түрік достарым болсын, қазақ достарым болсын, қазақстандық достарым болсын, барлығын сұрап жатырсыздар. Міндетті түрде ол видео келеді деп сіздерге күтіңіздер. Сол мен ендеше сыйлықтарымызды бастайық. Бірінші мінекей қораптан бастайын бірінші. Бұл қорапты сыртынан тануға да болады. English Home деген марка бар. Түркияның, жалпы ол марканы English Home, Coco, Madame Coco Қазақстанда бар ғой, екеуі бар ма жоқ па білмеймін. Бар шығар деп ойлаймын. Сол екі марка, негізі екеуі де түрік маркасы, бірақ көбісі шетелдің маркасы деп ойлайды. Бірақ екеуінің иесі бір. Менің ең жақсы көретін маркалардың бірі. Мынау атыраудан Асылжан деген сіңілім оқырманым сыйлаған сыйлығы жақында. Кейбір заттарды ашып көрдім. Видеоға дейін кейбіреулерін көрген жоқпын. Бірге ашамыз деп ойлаймын. Вау, керемет. Күшті. Негізі жалпы маған сыйлықтардың ішінде үй декоративтері қатты ұнайды. Сәнді байқаған шығарсың, мына жердегі шам нелердің бәрін қойып қойған, свечаларды. Үйге арналған парфюм және шам. Жалпы мұндай свеча, шамдарды қатты ұнайды өзіме. Рахмет Асылжан, көріп отырсам. Өте керемет сыйлық. Айтпақшы, бұл сыйлықтардың ішінде арасында қызым Айбекенің де сыйлықтары бар. Арамызға екеумізге берген сыйлықтар болған екен, арасында оны да көрсететін боламын. Мынау жаңа Астанадан келген сыйлық, алғашқы Айбеке қызымның сыйлығы баян сұлу. Астанадан Жанар деген жиені келген болатын, сол алғашқы сыйлығы. Бұның да күшті тәттілерін диетаға дейін біразын дәмін татып көрдім. Бұдан кейін арасында болмаса, қазір диетаға бастағандықтан не қойдым, ара бердім десем де болады. Рахмет. Бірақ от души дейді ғой, қызым жақсылап жеп алды. Одан кейін пакеттің ішінде бармыш. Мына пакеттің ішінде бұл Астанадан Назерке деген сіңілім оқырманның сыйлығы. Қатты күшті корейский косметикаларын сыйлаған,
рахмет. Күшті. Бәрі міндетті түрде қолданамын. Ең қажетті күшті сыйлықтар екен. Бірақ ішінде не де бар? Ұлудың кремі мынау. Неге қарағанда құдай қалса жаңа жылға жаңа әдемі болып күтім жасап жүреміз деп ойлаймын. Ішінде бірнеше маскалар бар екен. Бұларды көзге арналған күшті маскалар бар екен. Мынандай күшті. Бұлардың бәрін ашқан жоқпын, құдай қалса қолданатын боламын. Бәрін көп рахмет. Ешкімге де сыйламаймын. Бұл сыйлықтарды келген сыйлықтар кейбіреулер сыйланып кетеді ғой. Сыйлаймаймын. Ешкімге өзім қолданатыным. Көп рахмет достар. Сүйікті шоколадым үйден арылмайды десем де болады. Бұл атыраулық оқырманым әпкем Зоя әпкем сыйлаған болатын. Мынандай құттықтары бар. Мынандай биоқұрт дейді. Құрттың, біздің құрттың мындай жалпы күшті нелер дамып жатыр бізде. Мындай құрттар күшті шығыпты, дәмі көру керек. Міндетті түрде көремін. Ашып қарасаң, кішкентай құрттар. Аузыма сорып жегенде жақсы екен. Көп рахмет. Мындай құрттар көрген жоқпын. Әлі дәмін татып. Кофемен ішкенге өте қатты ұнайды. Қазақстан шоколадын осындай туыстарыма неге беріп жүремін. Олар да қатты ұнатады бұл шоколадты. Әр кезіндесе деген сияқты. Сол бір жағынан түрік достарыма осы Қазақстан шоколадын берем ғой, сыйлаймын ғой. Сонда олар бір жағынан қабығын мусорға тастауға неғылмайды да. Енді бір жаман жері бұл бір елдің байрағы ғой, туы ғой, бұны жаңағы қалай тастаймыз деп олар жыртпауға, тастамауға, сақтап қоюға тырысады. Байраққа деген құрметі қандай. Сондықтан сіздерді ескере жібересіздер осындай сыйлықты жалпы шоколадымызды алған кезде үйде де аяқ асты етпей. Рахмет. Одан кейін жерде мындай сыйлық бар. Бұл алтын сырға, қараңыздар. Әрине маған емес, бұл кішкентай қызым Айбеке Мелектің арналған сырғасы. Жалпы осындай сырғалар үйде көбейіп қалды. Әлі құлағын тестірген жоқпыз. Құдай қаласа ниеттеніп осы жақын арада биылдан қалмай тестіру керек деп ойлаймын. Осы сырғаларды тағып жүретіндей. Московский түрік алтын емес, Ресей алтыны екен. Әлемде де сол жазып қойыпты. Бұл сыйлықты маған Алматыдағы құрбым Әлия деген апайым құрбым сыйлаған болатын. Айбеке деген қызыма, оның қызынан сыйлық болатын. Көп рахмет. Алла берекеңізді арттыра берсін барлықтарыңызға. Тағы бір сыйлық бар. Вау! Қызыма алтын, маған күміс жүзіктер. Өте әдемі. Қараңыздар. Жарыққа парылдап әдемі тұрады екен. Как раз күміс үйлермен күшті жараса кетті. Тасымен әдемілеп қазір тағып жүретін боламын. Бұны маған Астанадан Жазира деген менің аттасым құрбым сыйлаған болатын. Жазира Жалғасова. Осы жерде көріп отырса, көп рахмет. Өте әдемі, міндетті түрде қолданатын боламын. Мен жалпы алтыннан гөрі күміс қатты ұнайды. Көп әшекейлерім көбісі, үнемі тағып жүретін әшекейлерім көбісі күміс. Бірақ алтындарымды көп тақпаймын. Білмеймін, тойда да сыйланған алтындар бар. Жалпы алтынға көп қызықпаймын. Күміс обруч алтынды, күміс деп алтын обруч алтынды ғана тағып жүреткен былай үзбей алтындардың ішіне. Жалпы алтынға деген менде бір установкам бар. Оны кішкентай кезімде ауыл бойынша біздің үйде ғана ауылда үлкен монша болатын, бұрын Совет одағында моншалар болатын. Ауылда олардың бәрі қирап бұзылғаннан кейін біздің жекешелендіріп бәрі бұзылды. Ал
біздің ауылда біздің үйде ғана сондай монша болатын, елдің бәрі біздің үйге келіп түсіп кететін. Жалпы ол кезде әлі маркетинг деген дамымаған ба, сондай не ғой. Жалпы біздің үй өте, әкем де анам да жомарт жандар. Ешқандай тіпті жаңа соны біз өзіміз суға түспесек те елдің бәрі суға түсіп, тіпті жаңағыдай ол пайда да тауып жатқан жоқ па, сол неден көбісі тегін түсіп кететін сол жерден. Қазір ғой енді мықты дамып барлығы әрбір үйде монша бар деген сияқты, сосын жақсы дамытып бизнес ретінде жүргізіп жатқандар бар. Жалпы сол кезде біздің үйге моншаға бір рулас әпкеміз рулас болып келеді, ауылдағы апамыздың қыздары суға түсуге келеді. Сөйтеді дағаны сол кездегі енді үлкен көрінеді ғой маған, өзім кішкентайым ол кезде бір әлі балабақша жасындамын, 5 жасында ма сондай. Сөйтіп суға түсуге келгеннен кейін алқасын сөйтіп ұмытып кетті. Ертесі күннен келіп мен моншаның ішінде ойнап жүрем, ішінде. Сөйтемін сол алқаны тауып аламын ғой. Одан кейін бір күні жаңағы тауып алып, сол өзінде бірақ оны қайтарып білмеймін ғой, баламын. Содан бір күні шай үстінде әкем айтады ғой шешеме, анам айтып отырады. Осы пәленшенің несі қалып кетті, алтын алқасы, көрген жоқсың ба деп. Сол кезде ішім қылп ете қалды ана жерде, как будто мен өзім ұрлап алғандай сезіндім, жаман сезіндім андай. Қорыққаннан жаңағы алтынды дірдіктеп анам мамама берудің орнына барғанда көршінің қорасын атып жіберген ғой. Содан енді не бар менде, соған бір қорқыныш бар, алтынға деген жоламаймын. Кейін әлі күнге дейін сондай. Енді алтынға деген қорқынышым басылды. Жаңағы кейбір оқырмандарым алтын менен сұрайды ғой, Түркияның алтындары қандай, неге қандай деп. Сонда қанша сұрап жүрсе де бармаймын. Ақыры барып қорқынышымды жақында жеңдім. Солардың алтын жіберіп дегендей соларға. Сондай бір естелігім бар алтынға деген қатысты. Бұл менің құрбым Меруерттің сыйлығы жаңа жылға. Бұл майлар жалпы мен өзім ароматерапиямен қатты қызығамын. Тіпті өзім неше жыл болды, 10 жылдан бері қолданып келемін өмірімде. Жалпы ароматерапияға қатысты қайдан қызықтым? Мен Қазақстанда блог жазып жүрдік, енді ол кезде массагеттен, оң кезектен басталып, WordPress-тен деген сияқты, қазіргідей блог жоқ. Сол кезде Индияда оқып жүрген жерлесім, құрбым Гүлшат, қазір Канадада тұғын, білуімше, егер көріп жатса, сәлем. Сол Гүлшаттың арқасында қызықтым десем де болады ароматерапияға. Өйткені Индияда неше түрлі специялар, майлар дамыған ғой, ол жақтарда бүкіл нелердің бәрі. Даже мен индийский бір үнді фильмі бар, осы бір специяларға қатысты, соның тілімен, солардың несі туралы. Мүмкін бір күн ароматерапияға қатысты видео түсіремін. Сол кезде мүмкін есімде, қазір дәл есімде жоқ ол фильмнің атауы. Өте күшті фильм еді. Сондай специялардың тіліне қатысты, жанрына қатысты. Сол ароматерапиямен қызған неше түрлі майларды қолданып жүрмін, неше түрлі жаңағы свечалар болсын, неше түрлі шөп шайлар болсын. Сол Алматы Фанкилов деген форум, соның қиылысында үлкен центральный аптека болатын, сол жерден табатын көп нәрсе. Біздің Түркиядағы ақтар деген жоқ қой Алматыда. Сол жерлерден алып жүрдім. Бірақ шын айтсам майлар Қазақстанда кәдімгідей қымбат. Шөп шайлар болсын, шөп нелер болсын, табиғи. Жалпы өзім әкем де негізі дәрілі, табиғи шөп шайларды нелерді жақсы көретін, сондай табиғи нелерді. Мүмкін әкемнен қызығушылығында оянған шығар сол кезде деп ойлаймын. Одан кейін Түркияға келіп қалғанына биыл 10 жыл болыпты. Өзі қарап отырсам, жақында ғана паспорт ауыстырдым. Ойлап отырсам, 10 жыл болып қойыпты ғой деп қойған келгеніне. Сол Түркияда келгенде осы жақта жаңағы осы ароматерапия болсын, осы неше түрлі майлар бар, емдік майлар, иә. Қазіргі біздің Қазақстанда масқара, қазір өткенде барған кезде таң қалдым бағаларын. Жүрек өте дейді ғой, біздегі қара зере майы, мына жерде су тегін кәдімгідей 500 теңге, 1000 теңге бағалары. Енді осы жақта өндіреді ғой бағалар. Біздің Қазақстанда бағалар несі шошыды. Неге екенін енді түсініп жатырмын. Біздің Қазақстанға келгендердің бәрі
серия майын сұрайтын. Мына жақта өте дамыған Ақтар деген жерлер бар. Сол жерде бүкіл сабын болсын, емдік шөптер болсын, емдік жаңағыдай специялар болсын, дәмдеуіштер болсын, барлығын табуға болады. Мен үшін ол бір Ақтар деген түріктердің сондай сататын жер ғой. Мен үшін жәннат. Bir gün оған да bir gün видео арнармын. Сондай жалпы Меруерт құрман университеттен келе жатқан менің құрбым. Жалпы бұрыннан сондай бір әңгіме арамызда бұндай нелер кездесіп неғыламыз ғой. Сол кезде бір-бірімізге ылғи өзінің ойындағы заттарды алып беруге тырысатынбыз. Меруерт мені жақсы танитын болғандықтан менің осы неге қызығушылығымды біледі. Әлі үйде бірнеше сондай майлар бар. Осындай майлар мен үшін күшті лаванда майы, кантарон деген түріктер өте көп қолданады. Неде алғашқы жәрдемде жараларға нелерге өте жақсы көмектеседі. Үйде бар менде лаванда өте жақсы көретін майларым. Жалпы лаванда деген өздеріңіз білетіндей ароматерапияның шыққанына жаңағыдай не болған себеп болған майлардың бірі. Одан кейін шамтерабентин деген май бар. Соны сыйлаған. Сол бар екен. Бұны да мен бұрыннан бері қолданамын. Бұл шампунның ішіне араластырып жуған кезде шашты тез өсіреді. Соған көп көмектеседі. Одан кейін Үндістан жаңғағы майы, сосын тәтті бадем, миндаль майы бар екен. Миндаль майын да мен жақсы қолданып жүрмін. Бұны да көп рахмет. Мен көп әңгімесін айтып кеттім, бұның хикаясын. Жалпы хикаясы бар сыйлықтарды мен жақсы көремін. Одан кейін ішінде тағы бірнеше сыйлықтар бар екен, иә. Мына жерде Меруерт құрбымның әдемі Айбекке Мелек қызыма арнаған күшті көйлегі бар екен. Қатты ұнады. Түсі де керемет. Матасы да несі де қалың, таза мақта. Көп рахмет. Кидіртетін боламын. Әлі ашқан жоқпын, осы видеоны түсіріп болғаннан кейін барып қолданайыншы деп. Басқа да сыйлықтар бар екен. Мындай сыйлық бар екен. Айбекке Мелек қызыма. Дереме өте сүйкімді. Күшті. Мен бір тағыппын деп тұр. Осылай. Тапшан құлақ дейді. Қоянның құлағы несі бар екен. Одан кейін тағы бір жаңа жылдық сыйлық өте әдемі, күшті жерінде шыққан несі бар, королева. Көп рахмет. Мен міндетті түрде кидіретін боламын. Жақын кидірмей жүредім. Осы видеоны түсіріп болғаннан кейін енді кидіретін боламын. Керемет өте әдемі. Өзіме де кигім келіп тұр осы. Айттым ғой, мен жалпы үй декоратив заттар, ыдыс-аяқ, үй дизайны, үй текстильдері маған қатты ұнайтын. Өте қатты жаңағыдай шыға алмаймын сондай дүкендердің ішінен. Сондай нелері Мадам Коко, бағана инглишкім айтқандай, Мадам Коко да менің ең жақсы көретін маркаларының бірі. Қатты ұнайды. Текстильдерін мен қанша өте жақсы көремін. Сакура несі сияқты өте әдемі неғылған екен. Мындай рамфорс төсек жабдығы. Көп рахмет, Гүлнұр. Гүлнұр Ақтөбенің қызы. Жерде мықты қыз, батыр қыз. Көп рахмет сыйлығына. Бұның басқа да сыйлықтары көп еді. Негізі Гүлнұрдың мен көп басқа да қыздардың сыйлықтары болған. Көбісін жаратып, қолданып деген сияқты. Сондай кейін барып ойыма келді. Осы видеоны неге түсірейінші деген сияқты. Жалпы мен Инстаграмда да бұлай сыйлықтарды көрсетіп, жүрмейді екен. Сосын қой осындай видео түсірейін деп шештім. Айтпақшы, сыйлықтардың барлығы бір төбе, содан кейін ондай керемет сыйлық бар, келді. Өте керемет, қараңызшы, өте күшті жанып тұр емес па? Мен жақында Алматыға барған, сонда жолдасым Керім жазда бардық, іздеп таппадық, өзімнің ойымдағыдай бір қазақша көйлек таппадық. Бұл жақта енді қазақша көйлек киіп жүру мәртебе. Осы яқтың қазақтары той жалпы былайынша тойда да байқаймын, Түркияның қазақтары мысалы осы жақтағы үйлену тойы, сондай тойларда балалар осындай өздерінің бар енді мүмкіндігінше бар болса қазақша киім киюге тырысады, балаларына шейін, кішкентай балаларына шейін. Құдай қаласа наурызда да ертеңінде де
кигіземіз. Өте қатты ұнады. Мен таппаған едім. Бөлем Ардақ осындай сыйлық алып қойыпты. Жан түрі өте әдемі. Етек жақтары, мына жақтың қамажай көйлек болғаны, мына жақтың қызыл түсі қатты ұнады. Одан кейін бір жақ жері жаңағыдай киім тартыла береді деген сияқты. Мына жағы қанша жас, мысалы қазір қызым 2-де ғой, 2-де де 3 жаста да 4 жаста да киде беретін сияқты. Неге артында өстіп байлайтын тұсы бар. Қатты ұнады. Одан кейін жолдасым домбыра ала кел деген болатын. Домбыраны да таппаған едім. Мынандай домбыра қойды. Тіпті ойыншығындай домбыра емес, кәдімгідей шын домбыра десуге болады. Тегімен есімнен бар. Құдай қаласа бұны біраз Айкөш қызығын көріп ойнады. Мынанда наурызда кидіртетін боламыз. Көп рахмет достар сыйлықтарыңызға. Алла разы болсын. Мені қуансаңыздар, Алла сіздерді 2 есе қуанта берсін. Сыйлықтарыңызды көп рахмет достар сыйлықтарыңызға. Сіздердің табыстарың көп рахмет достар сыйлықтарыңызға. Алла берекесін бере берсін, табыстарыңыз арта берсін. Бір-бірімізге сыйлық сыйластығымыз арта берсін. Алда келе жатқан жаңалықтарыңыз баршаға құтты берекелі жыл болсын. Келесі кездескенше, егер осы видеом сізге ұнаса, пікір жазып лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Солай менің қазақша YouTube каналымды дамытасыздар деп дамытуға кішкене болса септіктеріңіз осылай тиеді деп ойлаймын. Әрі мені жиі көргілеріңіз келсе, осындай видеомен міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, иә. Сол өздеріңіз қандай сыйлықтар алып алғыңыз келеді, жалпы сыйлық күтесіздер ме өздеріңіз. Сол пікірлесе отырайық, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Сол жерде де ары қарай әңгімемізді жалғастырайық.